Баршаларыңызға сәлем достар. Бүгін әдемі, нәзік, дәмді, алғаш жасағаннан мінсіз болып пісетін муравейник тортының үй жағдайында қалай жасалатынын көрсететін боламын. Ол үшін бізге 6 пиала ұн, 2 жұмыртқа, 8 ас қасық шекер, 8 ас қасық сүт және ерітілген 200 грамм маргарин қажет болады. Ең алдымен жұмыртқамызға шекерімізді салып миксермен араластырамыз. Содан соң сүт, ерітілген маргаринімізді миксерлеп, ұнымызға қосып араластырамыз. Қамыр болып шығады. Дайын болған қамырларымызды осындай бөлшектерге бөліп, морозилникке 30 минутқа қатырып қоямыз. Морозилниктен алған қамырларымыз дайын болды. Мінекей менде осындай қамырлар шықты. Терканың үлкен бөлігінен осы қамырларымызды теркадан өткіземіз. Дайын болған қамырларымызды духовкаға 200 градуста 20 минутқа салып пісіріп аламыз. Менде осылай болып шықты. Қолымызбен үгітіп, ыдысқа салып аламыз. Енді кремін дайындайтын боламыз. Ерітілген сары майға вареный сгущенканы салып миксермен араластырамыз. Өз қалауларыңыз бойынша кремге әсел салса да болады, бірақ бұл міндетті емес. Үгітілген қамырларға кремді жақсылап араластырып, өз қалауларыңыз бойынша формаға келтірсеңіз болады. Мендегі үйдегі осындай кішкентай стаканға салдым. Сумен жақсылап бірінші шайқап алсаңыздар, осылай қатты қылып қойсаңыздар, түскен кезде оңай болып түседі. Мінекей менде осылай дайын болды. Міне менде осындай әдемі муравейник торттары дайын болды. Енді бұны өз қалауларыңыз бойынша әсемдеуге болады. Мен үй жағдайында шоколадпен әсемдедім. Шоколадты салапан пакетке салып, ыстық суды үстіне құйытып ерітіп алдым. Дайын болған кремімізді осындай муравейник торттарыңыздың бетін өз қалауларыңыз бойынша әсемдеп осылай жасасаңыздар болады. Менде осындай болып шықты. Міндетті түрде жасап, жақындарыңызды қуантыңыздар. Ас болсын. Каналыма тіркеліп, видео ұнаса, лайк баса отырыңыздар.